Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Нанакай каналындағы Лейла. Бүгін біз куб түбірден шығару амалын үйренеміз. Ол үшін мынандай кубтар жайлы ақпарат жинаймыз. Яғни 1-дің кубы 1, 2-нің кубы 8, 3-тің кубы 27, 4-тің кубы 64, 5-тің кубы 125 деген сияқты сөйтіп 10-ға дейін жазып аламыз. Енді мысалдармен қарастырайық. Түбірдің соңғы цифрын анықтап, ол қай санның кубының соңғы санына келетінін анықтаймыз. 2, енді мына жаққа қараймыз. 2 қай жерде тұр? Міне 2. 8-дің кубы 2-ге бітеді екен. Тең 8-ге бітеді. Мына жердегі санды табу керек. Ол үшін қалған 3 цифрдың керегі жоқ болып қалады. Мына соңғы, мына 21-ді қарастырамын. 21 қай сандардың кубтарының аралығында жатыр? Яғни 21, 8 мен 27-дің арасында, ол 2 мен 3-тің кубтың арасында. Яғни мен 3-ті ала алмаймын, өйткені 27 21-ден үлкен. Сол үшін мен мына 8-ді аламын, 2-нің кубы деп. Сонда жауабы 28. Тағы да мысалдарды қарастырайық. 15.625. Осылай сіздер шығарған кезде сіздерге тіпті калькулятордың да керек жоқ. Артқы жағы 5-ке тең. 5-ке не тең? Міне 5-тің кубы 125, 5-ке аяқталады екен. Мына жерге 5-ті жазып қоямын. Енді артқы 3 санды сызып тастаймын, керек жоқ. 15 дейді. 15 қай сандардың аралығында жатыр? 1, 8, 27. 8 мен 27-дің арасында 15 жатыр деп алам. Сол үшін 2-ні жазамын. Сонда 25. Тағы да мысалдар қарастырайық. Маған калькулятордың да керек жоқ. Ең керек маған мына жақта тұрған осындай бір кесте. 6 қай санның кубы аяқталады 6-ға? 6-ның кубы 6-ға аяқталады. Яғни бұл санның түбірі 6-ға бітеді деген сөз. Енді мына 3 санды сызсайым, 884 қалды. 884 қай сандар аралығында жатыр? Міне мына 2 санның аралығында, яғни мына 9-ды алам деген сөз. Сонда 96-ның кубтық түбірасы тең болады 96-ға. Тағы да бір мысал қарастырайық. Ал сіздер білесіздер, не істейміз? Соңғы цифраны аламыз. Мына жақтан іздейміз. Тез іздейміз. Міне 7-нің кубы 343 дейді, 3-ке бітеді. Яғни ол 7-ге бітеді деген сөз. Ал енді мына 3 сан керегі жоқ. 185 аламын. 185 қай сандар аралығында жатыр? Так, міне 125 пен 216-ның арасында, яғни 5-ті жазам деген сөз. Сонда 57. Ал енді сіздердің кезектеріңіз. Комментарийге осындай есепті неше секундта шығарғандарыңызды жазып жіберіңіздер және жауаптарын тексерейік. Сау болыңыздар.